Сәлеметсіздер ме, оқушылар? 10 сыныптың қазақ әдебиет сабағына қош келдіңіздер. Қазақ тіл мен әдебиет пән мұғалімі Батманова Айгүл. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз Шыңғыс Айтматовтың алғашқы ұстаз повесіндегі көркемдік айшықтар. Оқу мақсатымыз шығармадағы авторлық идеяның өмір шындығымен байланысын анықтау, шығармадағы көркемдегіш құралдар мен айшықтау амалдарының қызметін талдау, бағалау критерийі, шығармадағы авторлық идеяның өмір шындығымен байланыстырасыздар, шығармадағы көркемдегіш құралдар мен айшықтау амалдарының қызметін талдайсыздар. Олай болса, балалар, ой шақыру әдісіне тоқталайық. Бірінші сұрақ. Шыңғыс Айтматовтың шығармашылығы туралы не білеміз? Екінші сұрақ. Повесть неліктен алғашқы ұстаз деп аталған? Дұрыс айтасыздар. Алғашқы ұстаз шығармасындағы мазмұнына қысқаша тоқтала өтейік. Повестен үзінді. Шығармада шағын ауылға мұғалім болып келген дейсен, әскерден хат танып келіп, ауылдағы жаман тамды мектеп қылып ашып, сонда ауыл балаларын жинап оқытады. Оқытты деп айта салу оңай әрине. Ауыл адамдары балаларды жібермей, жібергендерінің таңнан тұрып, өзі жинап алып қайтатын болған. Мектеп деп аталатын ол жаман тамды жылту үшін бәрі жиналып тезек теріп әкелетін. Сол оқушылардың ішінде Алтынай дейтін жетім қыздың оқуға деген ынтасы жақсы болады. Бірақ аға мен жеңгенің тәрбиесінде болған қыз тағдырдың тауқыметіне ұшырап, небір қиындықтарды басынан кешіреді. Мұғалім Дүйсеннің арқасында жарыққа шығып, академик болып елге танылады. Шығарманың жалпы мазмұны, айтайын деген идеялық ойы сіздерге түсінікті болса, келесі тапсырмамызға көшейік. Бірінші тапсырма Вен диаграммасы. Бұл жерде шығармадағы автор идеясын өмір шындығымен байланыстырасыздар. Дескриптор шығарманы қазіргі өмірмен байланыстыру, ұқсастықтар мен айырмашылықтарын табу. Бұл жерде сол дәуір ұстазы, яғни қазіргі ұстазбен байланыстырып, ұқсастығы мен айырмашылығын табуларыңыз керек. Дұрыс айтасыздар, балалар. Әркімнің өз ойы өзіне құнды. Екінші тапсырма. Шығарма үзінділерінен көркемдегіш құралдардың қолданылуын анықтайсыздар. Дескриптор шығармадағы құбылту түрлерін анықтайсыздар. Айшықтау амалдарының қызметін талдайтын боласыздар. Жалпы әдебиет тәсіліндегі көркемдегіш құралдарды біз айшықтау тәсілдері, құбылту түрлері бар деп қарастыратын болсақ, олардың өзі бірнеше түрге бөлінеді. Жалпы әдебиет тәсілдеріндегі көркемдегіш құралдарды біз анықтау тәсілдері, құбылту түрлері бар деп қарастыратын болсақ, олардың өзі бірнеше түрге бөлінеді. Осы тәсілдердің ішінде жазушы шығармасында мынадай тәсілдерді ұтымды пайдаланып, ұтымды қолданған. Қане назар аударып, соларға кішкене тоқталып өтейікші, балалар. Шығармада осындай тәсілдер мына тұстарда көрінген. Олай болса, кестедегі үзінділерді оқып көрейік. Кестені дұрыс толтырып, жауап беріңіздер. Және экрандағы жауаппен салыстырып көріңіздер.
Сіздердің жауаптарыңызбен толықтай келісемін. Оқушылар, бүгінгі сабақта сіздер шығармадағы авторлық идеяның өмір шындығымен байланысын анықтадыңыздар. Шығарма үзінділерінен көркемдегіш құралдардың қолданылуын анықтадыңыздар. Шығармадағы құбылтулар мен айшықтаудың амалдарының қызметін талдай білдіңіздер. Ендеше балалар, білім алаңында келесі жүздескенше сау болыңыздар.